Қызанақ пен қиярдан жасалатын салатты барлығымыз да жақсы көреміз. Жаз мезгілінің өзінде базарлардан дәмді, ал ең бастысы органикалық мұндай өнімдерді табу оңайға соқпайды. Ал егер өзіңіздің кішігірім өсімдік өсіретін жеріңіз болса, ол бөлек әңгіме. Ол жерден шыққан өнімдердің өзіңізден артылғанын сатуға да болады. Сонымен біз бүгін қызанақ өсіру технологиясы туралы әңгімелейтін боламыз. Бірінші дәріс. Ешқандай да жағдайда қызанақтарды қиярдың жанынан егуге болмайды. Өсімдік ұрықтанады және түсім беруі едәуір төмендейді. Сонымен қатар көкөністің әрбір түрі әртүрлі ылғал мен температураны қажет етеді. Мысалға, қияр суды жақсы көрсе, қызанақтар ыстық күнге әрі тамырында ылғал мөлшерінің аздығына төзімді келеді. Екінші дәріс. Көшет отырғызу. Атыздарды өсімдікті жағалай салу қажет. Ал олардың саны жылыжайдың еніне байланысты болады. Егерден бір апта бұрын атыздарды биіктігі 40 см, ені 60-90 см етіп жасап шығу қажет. Арасынан адам жүре алу үшін 60 см-ге дейін орын қалуы тиіс. Кейін топыраққа тыңайтқыштар қосылады. Содан соң ғана биіктігі 25-30 см болатын көшеттер отырғызылады. Бұл жылыжай жақында соғылған. Соғу үшін 2,5 миллион теңге жұмсалған. Ал ол шығын тек материалдар алуға кеткен. Еңбекақы оның ішіне кірмейді. Себебі Әлібек Молдиев барлығын өзінің және балаларының күшімен соққан. Коммерциялық бағыт әзірге ойластырылмаған, себебі бұл ең алғашқы түсім болмақ. Мен жалпы жылыжай салу, мен далада, поляда егін егіп жүрген адаммын. Содан кейін енді қазір жылыжайға ауысуды ойлағаныма биыл 2-ші жыл. Мына жылыжайды өткен жылы мен соқтым. Өткен жыл күзде аяқтадым. Содан енді биыл көктемде ғана осы қызанақ помидорды отырғызып отырмын. Қиярға қарағанда қызанақ ылғалды аса қатты қажет етпейтін өсімдік. Ауа райына байланысты оларды аптасына 1 рет, ал кейде 2-3 күнде 1 рет суарып отыру жеткілікті. Тамшылап суару процесс арқылы суарылатын бұл өсімдіктің бір түбіне 5 литр су кетеді. Үшінші дәріс – суару. Тамшылап суару жүйесі қазіргі таңда үйреншікті әдіс болып қалды. Біздің кейіпкер ол жүйе үшін 100 000 теңге жұмсаған. Оның артықшылығы үнемдеуде ғана емес. Қызанақтарды салқын сумен суаруға болмайды. Алдымен цистернаны толтырып, бір тәуліктей ұстайды. Жылыжайдың температурасымен жылыған суды өсімдіктерге жібереді. Қызанақтар көлемді болып өсу үшін өсімдік бойындағы артық сабақтарды қырқып тастап отырған жөн, себебі өсімдік бойына жиналған азықтарды ешқандай пайдасы жоқ. Сабақтар бойына тартып алып, күшін алып қояды. Сондықтан олардан айырылған жөн. Помидорлар өсіп жатыр. Олардың барлығын артық жапырағын қию керек. Содан соң байлау керек, суару керек. Соның барлығына мен кішкене көмекті қолымды тигіземін. Ал енді осыған дейін біз кішкене помидорларды қызарғанын ғана тердік. Ал енді қазір жаппай қызарып тұр, өздеріңіз көрдіңіздер. Соның барлығын жинап, қораптарға салып, дүкендерге апарып өткіземіз. Жылыжайға тек табиғи тыңайтқыштар қолданады. Ол негізінен жасыл шөптердің, арам шөптердің және де қырқылған шөптерден пайда болатын көңдер. Бұл жылыжайда ресейлік Таня деп аталатын сұрып түрі өсіріледі. Бір түптен шамамен 25 келіге дейін өнім алуға болады. Ең ғажайыбы, қызанақ ұзақ жылдық өсімдік және дұрыс күтім болған жағдайда 3-5 жылға дейін өнім бере алады. Бұл алғашқы түсім, сондықтан өнімді өткізуде қиыншылықтар әзірге бар. Табиғи нәрселерді қолданылып отырғаннан кейін олардың кішкене бағалары жоғарылау болып тұр. Но базардағы баға кішкене енді төмендеу. Бізден қабылдап жатқан бағалар мысалы 250 мен 300-дің арасында болып тұр қазір. Әрине жаңағы алып келген, сырттан алып келген помидорлар одан төмендеу болады. Солардан алып жатыр. Соның есебінен кішкене проблемалар бар. Істерін жаңа ғана бастап жатқан кәсіпкерлер ауыл шаруашылық жәрмеңкелерінің біріне қатысып көрген. Алайда көп өнім сата алмаған. Сонымен қоса олардың қызанақтарын қабылдауға келіскен кішігірім дүкен тапқан. Болашақта фермер қияр егу үшін тағы бір жылыжай соққысы келеді. Әзірге ол ашық жерде әртүрлі бақша өсімдіктері өсірілуде. Санэпидемиялық бақылау мемлекеттік комитеті биылғы жаздың өзінде көптеген көкөністер мен жемістерде нитрат мөлшерінің шектен тыс екендігін анықтаған. Сол себепті жаңа дәрумендерді сатып алған кезде абай болып, мүмкіндігінше тексерілген өндірушіден алған дұрыс. Я болмаса бағасы кішкене қымбат болса да органикалық өнімді таңдаған жөн.